Қарағанды академиясы. КВШ құрамасы. Басалысы. Точно осы жер ма? Маған алдау не қажет бар бауырым? Айқын, білесің ғой, бұл қылмыстық істің ең маңызды мәселенің бірі. Қай жер екенін көрсетші маған. Бір примерно осы жерде и балкон ғой. Карбонның соскаңыздар точно осы жерде ма? Точно осы жерде. Ендеше көрсі, Гүлпан шақыр! Әттең әнші емессіз да. Әмейді! Құрмет достар, осы сіздер көшен жіктері бұзық, бабник, қыздармен жүргіш, төбелес қор дейсіздер. Біз сондаймыз. Жоқ, біз ондайларды ұстаймыз, соттаймыз, Жазалаймыз. Құрмет көрермендер, сіздердің студенттеріңіз бен біздің курсанттардың айырмашылықтары көп. Мысалы, сіздерде жатақхана болса, бізде казарма. Жатақханада кешігіп барған кезде, ол жерде обязательно вахтер апай отырады. Сіздер вахтер апайға барып, апай өтініш, біз сүйеміз, апай өткізіңізші өтініш деп айтасыздар. Ал бізде ондай нәрсе өтпейді. Бізде былай емес, былай өтесің. Бүйтіп өтсең, опасно. Опасно! Және де сіздер сабаққа баратын күндері ойланасыздар. Бүгін джинсімді киіп барсам ба екен, ертең свитшот киіп барайыншы, мына костюм күшті екен, осыны киіп барайыншы деп ойланасыздар. Ал бізде ішкі істер министрінің бұйрығымен бекітілген бір-ақ киіміміз бар. Ол жең қысқа рубашка, жең ұзын рубашка. Не қандай? Айтқадыр ғой? Жең қысқа, китель, пышақ, камуфляж, темек, біраз киіміз бар екен ғой? Және де сіздер аптаның әр күні, яғни понедельник лекцияға барасыздар, вторник күні кафеге барып тамақ ішесіздер, среда күні киноға барасыздар, четверг күні ойын-сауық орталықтарына, пятница күні жұмаға барып қайтасыздар. Сөйтіп аптаның әр күнін асықпай бітіресіздер. Ал бізде аптасына бір-ақ рет увольнениеге шығып, сол тірліктің бәрін тез бітіріп тастаймыз. Айқын, әрқайсысы өзің үшін жауап берсін. Бітірмей ме тез? Ой, тірлікпен айтып отырмын. Жігіттер, конкретно карго кеп тұр ба? Кеп тұр. Өзіміздің қойдсақ. Каргодың авторитеті мықты ма, КВШ-ның авторитеті мықты ма? Асқан, давай Google-ға жазшы, просто К әрбін жазшы давай. Бірінші карго деп шыға ма, КВШ деп шыға ма? Жаздым. Давай, КВШ деп айтшы давай. Как увеличить анандай орган дейді. Вот. Көрдіңіздер ма? Орган. А органның да түрі бар. Человеческий орган, хирургический орган, ішкі істер органы,
гуманизм, орган, бейбіт қоғам деп қойды. Айқын, не деп жатсың? Бүгін маңызды ғой. Білесің бе, бүгінгі чемпиондық жүлдесіне қақталас болып жатыр. Сондықтан біздің қарсы командалар бүгінгі ойында сатып алуы мүмкін. Әлі Құмаш, не айтып жатсың сен? Чемпиондықты шешетін қазылар алқасыны, оның ішінде именно Малика ханым Қазақстан Республикасының азаматы пара алған үшін 3 жылдан 6 жылға дейін сотталатынын білетін шығар? Және қылмысты ұйымдастырған үшін және қылмысты жасырып қалған үшін 5 жылдан 6 жылға беріп отырған екен. Рахмет. Айқын, осы ең басына бар ғой, күшті идеялар бар. Қайдан болатын барлығы? Айтайын ба? Айтап қойын. Айтайын ба? Онда. Азиз. Ау. Алай Мостовка нормально ойнап тұр. Ну, ана жақта отырған қызды көріп тұрсың ба? Қайсысы, бірінші шатырдағы ма, екінші шатырдағы ма? Балкондағы. Дерзкий қыз екен, Давидчиктен көрмедік па? Давидчиктен көрдік па? Все, онда давай. Все связано. Деп келеді. Қалай сол идеяның бәрі. Мына қасымыздағы жігіттер сөйлейін ба? Мылқау ма немене? Сұрашы. Сендер мылқау емессіңдер ме болса? Шілей қатты Мостовка оқып келген жоқ па ноғай? Мостовканың патологын қойып тұрсыңдар болса? Ренжіс жоқ па бізге? Жөн нормально тұр қой. Болған да. Тақырып бала бақыт. Тақырып бала бақыт. Бұл ойында бізге чемпион болу үшін бірінші кішкентай бала керек. Және бақтағай керек. Сол бақтағайдың баласы керек. Және сол бақыттың баласының бақыты болғаны керек. Айтып жатсың, Айқын. Осы тақырыпқа оралсақ, осы жігіттер есермей ма? Бала кезде бақытты болдыңдар ма? Жоқ. Неге? Не үшін жоқ? Не үшін? Себебі бізді кішкентай кезде үлкен ағаларымыз қатталайды. Ей, кел, Москва көрсем, Москва! Дегенде біз Москваны көрген жоқпыз. Иә. Ата әжеміз кеп, әпші! Дегенде олар өтірік түшкірген. Иә. Патологына дейін ба? Айт. Ата-анамыз кеп, мен укол салдырып едім, укол салдыруға, докторға дегенде, на самом деле олар қомаққа кеткен. Иә. Басылғанда. Соғысың бұл көзі? Иә? Аха. Солай болады. Запқа өтіп жатыр. Жалғастыра беріңдер дейді ғой. Ендеше, Қарағанды академиясының курсанттары, біз бастаймыз! Бұлар Мостовка деген сайын. Сіздерге улап, шулап, жанып, біз бастаймыз дейтін сіздерге мектеп лигасы ма бұл? Айтқан жоқ па? Қарағанды облысының ең үздік командалары өнер көрсетеді. Бұл жерде смело ойнау керек. Қарағанды академиясының курсанттары. Құрметті достар, жалғастырамыз. Казармадағы кешкілік жағдай. Жігіттер,
өзіңізге жіберейік, иә? Бұл әнмен біз не айтқымыз келді? Твои карие глаза, твои сладкие уста. Только ты мой ангел, ты моя мечта. Деп айтқымыз келді. Әрине, бұның барлығы ойын және де сөз соңында. Көп командалар айтады. Осы Қарағанды академиясының жайдарман тобы неге ешкіммен араласпайды дейді. Мұраға жетпей, дұшпанмен дос болма. Бауыржан Момышұлы. Әскери адамнан әскери мақал, әскери команда. Сіздермен бірге болған болашақ генералдар Қарағанды академиясы. Рахмет. Жанкүйерлеріңізге рахмет. Ал құрметті қазақ алқасы, КВШ командасы молодцы, рахмет. Сендерден маған ең қатты ұнаған сендердің болельщиктары. Бірақ жаңағы өлеңнің орнына бар ғой негесі. Мощный бір үш әзіл тықсандар, патологын қойып едіңдер деп ойлаймын. Енді әнді айтып шықтыңдар, базар жоқ, ностальгия тыңдадық. Бірақ рахмет болельщиктер. Рахмет жанкүйерлер өтініш. Сендер неде ойнаған команда ғой? Чемпион болған. То есть екінші орын алған, бірінші орын алған, бас жүлдені жаңары қалды. Бірінші орынды осылар КВШ алған неде. Дондыржыда, достық үйінде. Сол кездегі ойындарын сендер не үшін мен осы күнге ернат білесің ба? Саған айтып жүрдім, заңғар көпшіліктерге айтып жүрген. Мен үшін патолог болған КВШ деген.
сол сендер мысалы мен мына қағазға қарадым, КВШ ойнаймын деп, сендердің КВШ деген құрамасы мен көзіме түсті да 9 команда келсіңдер, сол 9 командаға дейін күттім. Мына қазір Айрат мен үшін мықты деп отқан, бірақ өкінішке орай ожидание с реальностью болып қалды ғой. Шын ренжімен де көп нәрсе күттім сендерден. Енді күттім. Заңғар, жоғарыда болсызы? Заңға тамаша. Маған толықтай ұнады. Бесспорно, дисциплина, сценарий, материал, болельщик. Әнді жарайды, әнді казармада да айтып жүрсіздер ғой. Бірақ сіздердікіндей тәртіп, сіздердікіндей материал, сіздердікіндей болельщик осыған дейін ойнаған 8 командада табылған жоқ. Тәжірибелеріңе үлкен алғыс. Жасай беріңдер. Енді әр уақытта жоғары деңгейде болу қиын, бірақ соған ұмтылу керек. Бүгінде жаман емес, жақсы. Соңғы блоктарымыз шынымен де артықтау болды. Қалғаны бәрі орынды. Бұндай командалар керек. Және өте қажет. Бір уақытта Жайдарманда майысатын жігіттердің қатары көбейіп кеткен. Сондай әзілдердің қатары көбейіп кетті. Сондықтан да арада осындай азаматтар болатын болса, бір уақытта айтышып, қыздар етек жерлерін жиі жүреді, біраз жігіттерді өздерінің іс-қимылдарына есеп беретін шығар деп ойлаймын. Сондықтан да бұл азаматтар да, бұл болельщиктер да бізге қажет. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Келесі ойында да көруге қуанышты боламыз. Шешім? Келесі енді. Малика ештеңе айтпай ма? Маған ойындар өте ұнады. Және де поддержка аларым. Несмотря на то, что у них очень мало времени в связи с курсантской жизнью, они показали очень хороший материал. Сендерге сәттілік тілеймін, осылай өсе беріңдер. Мен сендерді қолдаймын. Және де келесі турға өтеді ғой, иә? Келесі турға өтесіздер. Келесі турға өтеді, сосын Айрат, я твой кумир, Айрат. Мен үшін потолок болғансың сен. Давай, тағы да келесі ойында ойша көрсет. Бәрекелді, рахмет. Қарағанды академиясы КВШ құрамасы жалпы іріктеу ойындарына, жекпе-жек сайыстарына бақ сынайтын болады. Үлкен рахмет, қошемет соғып қояйық. Рахмет жігіттер, сахна